Короче, қазір Қытайлардың АДМ сияқты, Зеленый базар сияқты торговый центріне келдік. Бұл жаққа енді әйеліңізбен, қызыңызбен келетін болсаңыз өкінетін боласыз, себебі қыздарға, әйелдерге арналған киімдер өте көп. Үшін әйел адамдар кірсе шығамай қалатыныңыз ғой ма? Выбор өте көп, сауда қысып жатыр. Қытайлар еще барлық продавецтер әйел адамдар ше. Өте еңбекқор екен, товарлар қабылдап жатыр, жіберіп жатыр, видео түсіріп жатыр, сатып жатыр, сөйлесіп жатыр, короче. Қызу тіршілік қайнап жатыр. Әр клиентке былай четкий қызмет көрсетеді. Даже мынау Тәңірбердіге қазір көмектесіп жатыр. Бұл кісі зат сатып алмайтын болса да, сұрақтарына жауап беріп, подсказка беріп жатыр. Қазір Гуанчжоудың мега сияқты көрмегенбіз. Бұл жақта 3-ші қабатында нелер бар, зоопарк бар, детский зона, кинотеатр, бұл жақта развлечение, товар, барлығы осында. Мынау енді Гуанчжоудың бір орталық аудандары. Бір байқағаным, Қытайдың қыздары ашық-шашық, қысқа киіне береді. Бұл жақта оған қарамастан зорлық-зомбылықтың деңгейі төмендеген. Не үшін? Себебі бұл жақта заң қатты да. Тұрмыстық зорлық-зомбылық болсын, біреуді ұру, соғу да, бір қызды зорлау деген сияқты, ол қатты, өте қатты заң. Тіпті мынандай бар, көшеде бір жігітпен еркектен еркек ерегесіп, ана жігітті ұрып қоятын болсаң да, ана жерге құлап түссе, оның жарақатын емдеп бересің. Жарақатын ғана емес, қандай ем сұрайды, полностью емдеп бересің. И плюс өмір бақи ақша төлейсің ол кісіге. Ондай қатты, мысалы қазір барып Қытаймен ерегесетін болсаң, ерегеспейді да. Жолда қанша көрдім, мотоциклмен біреу подрезать етіп кетеді, машиналар пробка тұрып қалғанда ешкім ерегеспейді. Ерегесу, төбелесу не выгодно бұларға. Үшін бұларда зорлауға, адам ұруға, төбелесуге уақыт жоқ. Соны бұлар заң деңгейінде кесіп тастаған барлығы. Болды. Шамян Айсланд. Шамян аралдары деген жерге келдік, короче. Арал деген арал емес, островок сияқты. Гуанчжоудың ішіндегі европейский бір район тоже. Кезінде европалықтар, британиялықтар тұрған, қалдырып кеткен деген сияқты. Осындай ғимараттарымен екі басына алып келеміз. Шамян дегеніміз елшіліктер орналасқан қала ғой, қалашық городок. Көп елшіліктер болған, бірақ қазіргі уақытта тек қана Польшаның елшілігі қалған елшіліктердің бәрі басқа жаққа көшіп кеткен. Негізі бұл 19-20 ғасырда француздар мен британиялықтардың отарлауы кезіндегі салынған сондай қалашық. Сондықтан осындай европалық стильдегі дизайндар өте көп. Гуанчжоуға келетін болсаңыздар, көне архитектураны, тарихты жақсы көрсеңіздер, Шамян островогына, қалашығына бір келіп кетсеңіздер болады. Сондай бір мәдени, тыныш, таза ауада демалатын орын. Қазір осындай витринаның қасына келдік. Мынау ағашты ойып жасаған екен. White Swan Hotel дейді. Ақ Swan дегеніміз аққу, ақ аққу қонақ үйі. Бәрі қол өнерден жасалған. Мынада қол өнер. 428.400 юань. Чисто ағаш. 428.400 юань. 63-ке. 26 миллион мынау. Почти 26-7 миллион. Алматыдағы бір двушка ғой мынау. Просто ағаш қойып қойған негізі. Жынды дескістер және. Осындай өнер туындылары, жалпы музейлар.
іздесеңіздер Гуанчжоуда осы районға келіңіздер. Шамянның европейский вайбын аралауды жалғастырудамыз. Бір Францияда ма, Лондонда ма жүрген сияқтымын ше. Деп бір Франция, Лондонға барған адам соп. Бұйыртса барамыз ол жаққа да. Бірақ Starbucks ашып қойыпты мына жақтан. Starbucks'ның слоганы андай ғой, я там где ты ғой, мы везде деген әңгіме ғой. Starbucks, Макдональдс, KFC өте көп бұл жақта. Бургер Кинг жоқ екен бір байқағаным. Хардис жоқ. Сирек кесе де. О, апамыз кайфовать етіп жүр. О, музыканттар мынау. Набережкаға келдік. Набережканың қасында осындай кішігірім пешеходный зона. Мына жақта мұзлат өлең айтып жатыр. Нарықта жастар қырғып демалып жүр. Ар жақта кафе ресторандар. Наташка диджей. Так, дәл қазір достар біз Кантон көрмесіне келдік. Кантон бұл Гуанчжоу қаласындағы жыл сайын болатын өндірістік көрме. Бұл жақта әлемнің және Қытайдың бүкіл ірі завод, фабрикалар өздерінің өнімдерін көрсететін болады. Осылай келіп регистрациядан өттік. Байер деп жазып берді. Негізі байер емес біз енді. Біз туристпіз. Осылай жазып берді. Регистрационный алаң. Жыл сайын болды да, негізі жыл сайын келіп тұрға болады. Жалпы бұл жақтан кезінде хит болған спиннерді, гидроскутерлар, бәз хит тауарлардың бәрі осы жақтан шыққан. Өндірушілер өздеріне хит өнімдерін нарыққа ұсынады десек болады. Турецкий фирмалар ана жақта тұр екен. Мына жақтағы адам санын айта алмадым, енді өте көп. Мынандай қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жалпы бәрін былай кайдзен бойынша қою, қаншама сұрақ қояды, қаншама адам келеді, бәрі әртүрлі тілде, бәрін ұйымдастыру өте қиын. Жоғары деңгей, организаторлар енді керемет, бұлардың ивент организаторлары жалпы өте жоғары деңгейде жұмыс істеп жатыр деп айтсақ болады. Әрине үйренеріміз көп, осындай үлкен іс-шаралар, оқиғалық туризм жалпы мемлекеттің бюджетіне біраз ақша алып келеді. Оқиғалық туризм не үшін керек? Мысалы, елде бір табиғи, тарихи көрнекті жерлер, мысалы, жағажай болмаса, немесе тарихи жерлер сақталмай қалған болса, мемлекет не істей алады? Оқиғалық туризм ұйымдастырылады. Сондай осындай бір оқиға ойлап тауып, маркетингін жасап, организациясын жасап, елге ақша кіргізуге болады. Мысалы, қаншама шетелден келген адамдар, индустар жүр, пакистанецтер, түріктер жүр, орыстар жүр, қазақтар жүр, орталық Азия елдерінен халықтар бар. Барлығы елге ақша алып кіріп жатыр да, осылай елдің экономикасына бетін болады. Қайырлы күн достар, Гуанчжоу қаласындағы сапарымыз әрі қарай жалғасуда. Бүгін бізде жұма болғасын осылай жергілікті мешітке келдік. Бұл мешіттің атауы, мен Хуайшен мешіті екен деп дайындалып келсем, жоқ, бұл мешіттің атауы Сянсян мешіті дейді. Хуайшен мешіті басқа жақта дейді. Сянсян мешіті туралы енді әлеуметтік желі деп ғаламторда ақпарат былай аздау, бірақ Таң империясы кезінде, Таң династиясы кезінде салынған мешіт дейді. Қытай мұсылмандары салған дейді. Қытай мұсылмандары деп бұлар дүңғандарды және ұйғырларды айтып отыр, және жергілікті қазақтарды. Бұлар енді
ол ұлттарды мойындамайды, сондықтан Қытай мұсылмандары деп айтады да. Бұл жақта түрлі ұлт өкілдері бар, әсіресе дүнген ұлттары, бұл жақта қызмет ететін адамдар, имам барлығы дүнгендер. Одан кейін басқа туристер жүр, араб елдерінен, Африка елдерінен туристер келіп жатыр. Қазір мешіттің ішіне кішігірім обзор жасайтын боламыз. Бұл мешітті кім қашан салды дегенге бір нақты ақпарат жоқ. Біреулер айтады, арабтар келіп салып кеткен дейді, біреулер айтады, өздерінің қытайлық теңіз жүзушісі салып кеткен дейді. Бірақ архитектурасы осылай ислам архитектурасы мен Қытай архитектурасын біріктірген екен. Аумағы өте үлкен. Қазір аралап кадрлармен көрсететін боламын.